Сәлем достар, бүгін сіздермен бір жасағаннан екі түрлі пирожныйдың жасалу құпиясымен бөлісемін, яғни вупи пай мен красный барқыттың пирожныйлары. Сондықтан YouTube арнама тіркеліп, қоңыршаны басып қойыңыз. Алдымен айранымызға ас содасын салып 5 минутқа араластырып қойып қоямыз. Жұмыртқамызға қантымызды қосамыз да жақсылап аппақ болғанша меселеп аламыз. Бөлмеде тұрған сары майымыздың сұйық майымызды жақсылап араластырып меселеп аламыз. Одан кейін айранымызды қосамыз да тағы да меселеп аламыз. Достар, менің каналымда алдағы уақытта жаңа видео рецепттерді жіберіп алмас үшін міндетті түрде каналыма тіркеліп қоңыршаны басып қойыңыз. Сонда жаңа шыққан видеоны бірінші болып көретін боласыз. Ұнымызға қопсытқыш және какаоны қосамыз да араластырып жұмыртқамызға қосатын боламыз. Қамырымызды теңдей екіге бөлеміз де красный барқыт пирожныйға красителімізді қосамыз да миксерлеп аламыз. Енді вупи пай пирожныйға какаоны ситадан өткіземіз де жақсылап миксерлеп аламыз. Қамырымызды кондитерлік мешокқа құямыз да осындай біркелкі қылып құйып шығамыз. Қызып тұрған пешімізде 180 градуста 10 минутта пісіріп аламыз. Пирожныйларымыз өте тез піседі, сондықтан қарап тұрыңыздар. Кремімізге творожный сырға сахарный пудра қосамыз да, одан кейін сливкимізді қосамыз да, жақсылап миксерлеп аламыз. Кондитерлік мешокқа салып аламыз. Суыған пирожныйларымызды дәл осылай жинап шығамыз. Шоколад пен сары майды ертіп аламыз да ганыш жасаймыз және вупи пай пирожныйның бетіне осылай жағып шығамыз. Красный барқыт пирожныйына да ортасына кремімізді жағамыз да келесі екінші пирожныйды қоямыз. Достар, пирожныйды әсемдеу енді өз еркілеріңізде. Мен осылай беттеріне кремді жағып шықтым. Сіздер кез келген нәрсені қойсаңыздар болады. Достар, менің YouTube арнама тіркелуді ұмытпаңыздар, алда жаңа жылдық рецепттермен бөлісемін.